Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді және өте ерекше кешкі ас түрін дайындап көрсететін боламын. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға осылайынан пісіп тұрған картошканы алып, сары май қосып және дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып, жақсылап тұрып езіп, пюре жасайтын боламыз. Содан кейін бұның бәрін біріктіріп тұру үшін мен бір жұмыртқа қостым. Сіздер пайдалануға да болады, пайдаланбасаңыздар да болады. Бір жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырдым. Келесі кезекте біздің фаршымызды осылайынан ұсақ қылып пиязымызды турап фаршқа қосып, және де бұған да дәміне қарай тұзды және бұрыш, сосын паприкамызды қосып, жақсылап араластырып алдым. Кішкене су құйсаңыздар болады, кішкене фаршымыз жұмсақ болу үшін. Мен кішкене суды пайдаландым, су қостым кішкене, және де барлығын жақсылап тұрып, бұрышы, тұзы сіңгенше, орталарына кіргенше жақсылап тұрып араластырып алдым. Содан кейін фаршымызды алып, осындай домалақ пішінде дөңгелетіп, бірдей қылып 7 дана осындай фаршымызды жасадым. Содан жаңағы пюремізді де 7 қылып осылайынан домалатып аласыздар. Одан кейін міне фаршымызды осы пюренің ішіне салып, пюремізді айналдыра отырып, осылайынан фаршты жауып шығатын боламыз. Беті ғана осылайынан ашық болып қалады. Барлығы жақсылап тұрып жабыңыздар. Барлығы осылай бір фаршты толықтай жауып тұруы керек. Осылайынан барлығын жасап алдым. Содан кейін помидорымызды дөңгелек етіп турап, осы дайын болған тамағымыздың бетіне помидорларды қойып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аласыз. Пісерге бір 5 минут қалғанда бетіне сыр сепсеңіз де болады. Мен сырды пайдаландым. Осындай дәмді кешкі ас болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыз.